Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы қазы жасалу жолын көрсетемін. Оған әуелі осындай қазыны алдым. Жылқының еті, менде оған керекті заттарым, қазым. Мен шолан тұзбен тұздап жатырмын. Сарымсақ қостым. Домалақ бұрыш қостым, лабыр жапырағын қостым. Міне тұздап жатқан қазым. Шолан тұзбен жақсы дәмді болып шығады. Міне осылай бұрыштарымды, лабыр жапырақтарымды, сарымсағымды салып осылай тұздаймыз. Тұздап жатқан қазым. Осылай барлығын слой